Сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгін назарларыңызға биыл шыққан өте қызық дорамалардың бірі туралы айтқым келеді. Бас кейіпкер жігіт ресми түрде жұмысқа тұруға тырысады, бірақ өкінішке орай ондай мүмкіндігі жоқ. Өйткені тәжірибең жоқ, шет тілдерін білмейсің деп оны қабылдамайды. Сондықтан ол кафеде істейді, дүкенде жұмыс жасайды. Ақшасын жинап жүреді. Бір күні досы оған ақшаңды бір компанияға салсаң, көбірек шығарып аласың дейді. Ол соған сеніп бүкіл жинаған ақшасын соған салады. Кейін белгілі болғандай, олардың алаяқ екенін біліп, бүкіл ақшасынан айырылып қалады. Ал сүйіктісін басқа біреумен көріп қалады. Амалы қалмаған жігіт өзіне қол салады. Кореяда суицид деңгейі ең жоғары дейді ғой. Олай болса, мен де бұған өз үлесімді қоса аламын деп ойлаймын. Бірақ дорама мұнымен бітпейді. Керісінше дорама енді басталды. Өзіне қол салған Иджені өлім күтіп алады. Өлім оған: сен әзірге тозаққа түспейсің. Оған дейін саған жаза беріледі. Сен 12 адамның денесіне кіресің. Оларда міндетті түрде өлім болады. Қалай болмасын, тірі қалуың керек дейді. Ең бірінші ол үлкен корпорациясының денесіне кіреді. Ол бай, ақшасы көп, Иджи армандағандай. Алайда ол көп ұзамай ұшаққа отырған кезде ұшақ өртеніп, сол өрттен қайтыс болады. Одан кейін ол эксперименті жақсы көретін жігіттің денесіне кіреді. Егер парашютсіз жерге түссең, үлкен көлемде ақша төлеймін деген адамға сеніп, ол солай жасайды. Алайда жерге басымен құлап мерт болады. Үшінші адам болып мектеп оқушысының денесіне кіреді. Оны әрдайым мектепте қорлайды, қинайды. Тіпті өзіне қол салғысы келетін оқушы. Ол барлығын өз қолына алып, өзін қорлағандардың сазайын береді. Енді осы оқушының денесінде жақсы өмір сүремін деп жүрген кезінде оның сыныптасы өлтіріп кетеді. Яғни бұл денеде де Иджи ұзақ өмір сүре алмайды. Келесі болып ол үлкен банды топтың мүшесі болады. Өзінің бастығының сүйгеніне ғашық болып, екеуі ақшамен бірге қашпақ болады. Жігіт қыз үшін тіпті бәрін жасауға дайын болады. Алайда қыз оны соңында атып салып, 4-ші адамда қайтыс болады. 5-ші дене. Бұл жолы ол түрмедегі жігіттің денесіне кіреді. Ол жігіт біреудің кінәсін өз мойнына алып түрмеге отырады. Егер де түрмеге отырсаң, ақша төлеймін деп уәде береді. Алайда уәде берген адам өз сөзінде тұрмайды. Соңында ол түрмеден шығады, уәде етілген ақшаны ақыры алады. Ақшаны алған ол енді бақытты, ақшаны бір жерге жасырып қояды. Енді қайтып бара жатқан кезінде түрмеде оған дос сияқты болған адам оны пышақтап өлтіріп тастайды. Ал енді 6-шы дене. Бұл жолы ол үлкен кісі де, жас жігіт емес. Бұл жолы ол кішкентай ғана сәби, нәресте. Алайда оның ата-анасы нағыз псих адамдар. Оны жылаған жек көреді. Шешесі оны өлтіріп тастайды. Сонымен Иджи бұл адамның денесінде де көп болмайды. 7-ші адамның денесі. Ол енді өте сымбатты, өте талантты жігіттің денесінде. Бұл жолы модель, өте танымал жігіт. Ол бірде кафеде өзінің сүйгенін көріп қалады. Оған қайтадан ғашық болады. Ол өзгемен кездесіп жүр деген адам қызың ағасы екенін біледі. Ол бұл адамның денесінде сол қызбен кездесіп бастайды. Бірақ бұл махаббат та ұзаққа созылмайды. Өйткені екеуін бірдей біреу көлікпен қағып кетеді. Әбден қамыққан Иджи өлімге тіпті тапанша қадайды. Әрине, бірақ одан еш пайда болмайды. Өлім оны тағы бір адамның денесіне жібереді. 8-ші адамның денесі бұл жолы мүлдем ерекше. Ол суретші, нағыз қаншер. Адамдарды өлтіріп шауып, олардың қан арқылы сурет салады. Иджи осы маньяк арқылы сүйген өлтірген адамды өлтіруді жоспарлайды. Дегенмен жоспары орындалмайды. Оны маньяк өлтіріп тастайды. Бірақ Иджи өзін өлтіруге әдейі жол береді. Сүйіктісін өлтірген адамды қалай болмасын ұстау мақсатында. Сонымен Иджи енді 9-шы адамның денесінде. Бұл жолы ол детектив. Көп істерді аса қатты аша қоймайды. Маньяктарға жоламауға тырысады. Өйткені өзінің әкесі маньяктың қолынан қаза тапқан. Бірақ бұл жолы оның ішінде Иджи бар ғой. Иджи қалай болмасын әділеттілікке жетіп, көптеген қылмыстарды ашуға тырысады. Ол сүйіктісін өлтірген адамды ақыры ұстайды. Ол еш қозғала алмайтын науқас адамға айналады. Ал детектив болса соңында әріптесін құтқарамын деп өліп кетеді. Енді Иджи 10-шы адамның денесіне. Бұл жол ол үсті сасыған,
қаңғыбас адам. Бірақ бұл жолы баспалдақтан құлап мерт болады. Сонымен өлім Эйджені 11-ші адамға жібереді. Бұл жолы ол өз армандаған адамның денесінде. Өйткені ол Эйджи жұмысқа тұрғысы келетін компанияда істейтін адам, бірақ оны жұмыстан шығарып жібереді. Сол үшін әйелі одан бас тартып ажырасады. Алайда оның өлу ойында болмаған, дегенмен оны көлік қағып кетеді. Сонымен Эйджи енді соңғы адамның денесінде, яғни 12-ші адамның. Бұл жағдайды ол мүлдем күтпеді, мүлдем. Неге? Өйткені соңғы 12-ші адам ол өзінің Эйджінің анасы. Ол өзінің анасы болып қартайғанға дейін өлгенше өмір сүреді. Әрине осы жолы өзіне қол салғанына өкінеді. Неге? Себебі ол ұлы айырылған ананың қандай болатынын, анасына қалай ауыр болатыны, қалай қиын болатыны, қалай оның жоқтағаны баласы үшін қиналғанын көрсетеді. Демек, үмітсіздіктен өзіңе қол салдың ба? Бұл сондай үлкен күнә ма? Мен ешкімге жала шектірмедім ғой. Жақсылап ойлан. Шынымен де ешкімге жапа шектірмедің бе? Өлген қыздың әкесі есіме түспеді. Ол белгілі ғой. Әрине еске түсірмедім. Азалы жанға қалай қиын екенін сен еске түсірмедің де. Оның қызын өлтірген мен деп ойлады. Әрине ол мені өлтіргісі келді. Ал сенің анаң кімнен кек алғысы келеді? Менің нақты нені дұрыс істемегенімді өлім әрдайым білді. Сонымен өлгесін Эйджи өлімге келіп қатты өкінетін, оған бір мүмкіндік беруін сұрайды. Енді ол өзіне қол жұмсамайтынын айтады. Сонымен ол қол салған кезге қайта оралады. Яғни бізге Эйджиге мүмкіндік берді деп меңзегендей. Осымен дорама өз мәресіне жетеді. Дорамада не түсінуге болады? Менің ойымша, адам өзіне қол салатын болса, қол салғысы келетіндерге арналған секілді. Өйткені өзіне қол салғысы келетін адам, менің ойымша, ол проблемадан құтылуға тырысатын адам. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, кез келген проблеманы, кез келген мәселені шешуге болатынын көрсетеді деп ойлаймын осы дораманы. Сондықтан да бұны әрбір жас, әрбір жеткіншек көрсе деймін. Дораманың аты Эйджи скоро умрет, қазақшасы Эйджи жақында өледі. Қазақша дыбыстамада Сақ студияда да бар, көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.